Бәріңізге сәлем. Бүгін мен сіздерге ең оңай синнабонның рецептісін көрсететін боламын. Бірінші сүтімізді құямыз, оған қантымызды салып араластырамыз, және де тұзымызды саламыз. Одан кейін еріген сары майымызды салып араластырамыз. Енді жұмыртқамызды жарып, араластырып, дрожжімізді саламыз, араластырамыз. Енді қамыр илейміз. Қамырымызды иелеп 1 сағатқа қоямыз. Ал енді қамырымызды алып жаямыз. Жайып болған соң қантымызға корицамызды салып сеуіп шығамыз. Сеуіп болғаннан кейін орайтын боламыз. Міне орап алдым, және де мен жіп дайындап алдым. Осылай кесуге жіппен кескен кезде бір қалыпты болып кесіледі. Және де кесіп, қазір формамызға майымызды жағып, формамызға салып аламыз. Салып болғаннан соң пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста қыздырып 15 минут пісіреміз. Ал ол уақытта біз сары майымызға творожный сырымызды саламыз. Немесе қаймақ салсаңыздар болады. Араластырамыз. Және де сахарный пудра саламын. Және араластырып крем дайындап аламыз. Біздің булочкаларымыз дайын. Енді кремімізді жағып шығамыз. Ыстықтай жағасыздар, сол кезде булочкаға жақсы сіңеді. Және де толықтай суығаннан кейін барып бере берсеңіздер болады. Осындай әдемі болып шығады. Жегенге өте дәмді. Істеп жатсаңыздар, ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.